Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі біздің жаңа сабағымыздың тақырыбы артық, кем, тең. Бұл сабақта сен сандық сәуленің көмегімен оң көлемдегі сандарды салыстыратын боласың. Сандарды салыстырып, нәтижесін артық, кем, тең белгілерінің көмегімен жазып көрсетуді меңгересің. Сабақты бастамас бұрын өлең шумақтарын бірге айтып көрейік. Күндей жадырап, айдай арайлы, жылдыздай жарқырап, судай таза, мөлдір көңілмен. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз, балалар. Балалар, жаңа сабақты меңгеру үшін ең алдымен видеороликке назар салуларыңызды сұраймын. Дұрыс. Қызыл және көк түсті қаламның саны туралы не айтуға болады? Саны бірдей, яғни тең. Дұрыс. Демек, көк және қызыл түсті қаламның арасына тең таңбасын қоюға болады. Ал енді неше көк және қызыл түсті қаламды көріп тұрсың? Сана. Енді көк және қызыл түсті қаламның саны тең емес. Демек, олардың арасына тең емес таңбасын қоямыз. Өте жақсы, балалар. Осы видеороликте көріп шыққан мәліметті әрі қарай мына тапсырмалардың көмегімен санап және салыстырып көрейік. Мына белгілердің қайсысы сәйкес келеді деп ойлайсыздар? Теңдік немесе тең емес белгісі. Олай болса, балалар, суретке назар аударыңыздар. Суретте ненің суреттері бейнеленген? Әрине, оқу құралдары. Оқушылар бірінші қатардағы және екінші қатардағы оқу құралдарын бірге салыстыруды бастаймыз. Ең алдымен, балалар, бояулар, түрлі түсті бояулар берілген. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Балалар, бұл жерге қандай салыстыру белгісі сәйкес келеді? Бірінші топтағы түрлі түсті бояулар саны, екінші топтағы бояулар санынан артық. Ойланайық. Жарайсыздар, егер жауаптарыңыз дайын болса, менімен бірге тексерейік. Өте жақсы. Әрине, бұл бояулар тең емес. Келесі бізде пеналдар. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Бірінші топта қанша болса, екінші топта сонша. Бұл жерге қандай салыстыру белгісі сәйкес келеді? Тамаша, тексерейік. Әрине, бұл пеналдар тең. Өте жақсы. Келесі қаламдар. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші топта қанша қалам болса, екінші топта сонша. Ендеше, бұл қаламдар бізде? Әрине, балалар, бұл қаламдар тең. Өте жақсы. Келесі портфельдер. 1, 1, 2. Екінші топтағы портфельдер, бірінші топтағы портфельдер санынан артық. Олай болса, балалар, қандай салыстыру белгісі сәйкес? Тамаша, менімен бірге салыстырайық жауабымызды. Әрине, бұл портфельдер тең емес. Соңғы суретте бізде, балалар, дәптерлер. 1, 2, 1, 2. Бірінші топта қанша болса, екінші топта да сонша. Яғни, бұл жерге әрине, балалар, тең белгісі сәйкес келеді. Тамаша, балалар. Барлығына дұрыс жауап бердіңіздер. Тең және тең емес белгілердің қай жерге сәйкес келетінін дұрыс анықтай алдыңыздар. Өте жақсы, балалар. Есте сақта, екі санды сандық сәуленің көмегімен де салыстыруға болады. Мысалы, 5 саны 8 санынан кем. Себебі, балалар, сандық сәуледе 8 саны сол жағында тұр. 8 саны 5 санынан артық. Себебі, сандық сәуледе 5 саны оң жағында тұр. Сандық сәулеге назар аударып, қарап шықсаңыздар болады, балалар. 5 саны 8-ден кем. 8 саны 5-тен артық. Балалар, оң жақтағы
және сол жақта орналасқан заттарды салыстыруды, олардың орнын анықтауды біз өткен сабақтарда қайталаған болатынбыз. Өте жақсы балалар. Келесі тапсырманы орындамас бұрын тағы да бір видеороликке назар аударайық. Үстелдің үстінен неше кітап көріп тұрсың? Оң жақта неше кітап, ал сол жақташы? Сен білесің бе, бұл қандай белгілер? Бұл көп, аз, тең белгісі. Қане, оларды дұрыс қолдануды үйренейік. Оң жақтағы кітаптар көп пе, сол жақтағы ма? Дұрыс, сол жақта. Мына белгі сол жақта кітаптың көп екенін, ал оң жақта кітаптың аз екенін білдіреді. Ал енді оң жақта кітап көп пе, сол жақта көп пе? Дұрыс, екі жақта тең. Дұрыс, бұл теңдік белгісі. Балалар, видеороликте көріп шыққандарыңыздай, артық, кем, тең белгілерінің көмегімен тапсырмаларды орындау арқылы салыстыру жұмысын жүргіземіз. Олай болса, балалар, бірінші тапсырма. Суреттердегі заттарды салыстыр, қандай таңба қою керектігін анықта. Балалар, суретке назар аударайықшы. Екі топтағы сандарды салыстырып көрейік. Бірінші топта бізде алмалар. 1, 2, ананас 1. Алмалар ананасқа қарағанда артық. Олай болса, балалар, қай салыстыру белгісі бұл жерге сәйкес келеді? Өте жақсы, балалар. Жауаптарымыз дайын болса, бірге тексерейік. Әрине, алмалар ананасқа қарағанда артық. Өте жақсы. Келесі суретке назар аударайық. Спиннер ойыншықтары. Бірінші топта 1 спиннер, екінші топта 1, 2, 3 спиннер. Ендеше, балалар, бұл жерге қандай салыстыру белгісі сәйкес? Тамаша. Жауабымызды тексерейік. Өте жақсы. Әрине, көк спиннерлер қызыл спиннерге қарағанда артық. Соңғы сурет. Бірінші топта 1 мәшине, екінші топта 1 мәшине. Бірінші топта қанша болса, екінші топта сонша. Ендеше, балалар, бұл жерге қандай салыстыру белгісі сәйкес келеді? Тамаша, тексеріп көрейік. Әрине, бұл топтағы мәшинелер саны тең. Өте жақсы, балалар, барлығына өте дұрыс жауап бердіңіздер. Тамаша. Балалар, екінші тапсырманы орындау үшін тағы да бір рет түсіндірме видеороликті қарап шығуға шақырамын. Бұл қаламсау. Онда қанша қарындаш бар? Дұрыс, 2. Қасында қаламсап жатыр. Қане, қаламсапты да пеналға салайық. Енді қаламсауында қанша зат болды? Дұрыс, 3. Бір затты қосқанда қосу таңбасын қоямыз. 2-ге 1-ді қоссақ, 3 болады. Енді қаламсапты қаламсауыттан алып тастайық. Алып тастағанда немесе азайтқанда азайту таңбасын қоямыз. Енді қаламсауытта неше зат қалды? Дұрыс, 2. 3 азайту 1 тең 2 болады. Балалар, видеороликтегі көрсетілген мәліметтерге сәйкес, екінші тапсырмада қосу және азайту амалдарының көмегімен салыстыру, есеп шығару жұмыстарын қалай орындау керектігін үйренеміз. Есепте тиісті таңбаны тап. Балалар, суретке назар аударайық. Әрине, өшіргіштер берілген. Осы өшіргіштерді теңестіру үшін қай таңба бізге қажет? Ол үшін, балалар, бірінші топтағы және екінші топтағы өшіргіштерді санап көрелік. 1, 2, 3, 1, 2. Теңдік белгісі 1, 2, 3, 4, 5. Яғни, балалар, бұл жерге
қай амал сәйкес келеді? Қосу амалы ма, немесе азайту амалы ма? Ойланайықшы балалар. Қай кезде біз бұларды теңестіре аламыз? Әрине балалар, өте жақсы, жауаптарыңыз дайын деп ойлаймын. Олай болса, жауабымызды тексерейік. Әрине, бұл жерге қосу амалы. Себебі 3-ке 2-ні қосқан кезде бізде 5 өшіргіш шығады. Тамаша балалар, бұл тапсырманы да өте жақсы нәтижемен орындап шықтыңыздар. Балалар, бүгінгі сабағымыздың қорыту мақсатында соңғы тапсырманы бірге орындап көрейік. Сандық сәуленің көмегімен берілген сандарды салыстыруды бастаймыз. Сандық сәулеге назар аударып қарап отырыңыздар балалар. Дайын болсақ, бірінші сұрақ. 5 саны 3-тен артық па? Балалар, сандық сәулеге назар аударамыз. 5 саны 3-тен артық па? Тамаша балалар. Әрине, 5 саны 3-тен артық. Келесі. 8 саны 10-нан кем бе? 8 10-нан кем бе балалар? Әрине, 8 саны 10-нан кем. Келесі сұрақ. 9 саны 2-ден артық па? Әрине балалар, 9 саны 2-ден артық. Соңғы сұрақ балалар. 9 саны 7-ден кем бе? Ойланайықшы балалар. 9 7-ден кем бе? Әрине жоқ балалар. 9 саны 7-ден кем емес. 9 саны 7-ден артық. Тамаша балалар. Өте жақсы. Бүгінге берілген тапсырмаларымыз аяқталды. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Егер де сабақты дұрыс түсінбеген болсаңыз, сатыдан өз орныңызды анықтаңыз. Түсіндім, бірақ толықтырулар қажет десеңіз, ортаңғы сатыға көтеріңіз. Ал егер де барлығын түсінген болсаңыз, балалар, жоғарғы сатыда өз орныңызды анықтаңыз. Балалар, біз табыс баспалдағының көмегімен өз орнымызды сабақты қаншалықты түсінгеніміз бойынша анықтадық. Тамаша балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.